Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін автокөлік құрылымы бойынша емтихан өтіледі. Сол мен сіздерге қазір емтихан билеттерін үлестіріп беремін. Бірінші билет Абшакиров Айбек, Асқар Қожа Мадияр 10-шы билет, Айыпбергенов Нұрлан 7-шы билет, Демесинов Ильяс 20-шы билет, Дүйсен Нұрсұлтан 3-шы билет, Каипов Жандос 21-шы билет, Қалбаев Бекболат 12-шы билет, Камил Ғылымгер 13-шы билет, Қонысбай Қуатбай Тілепбайұлы 19-шы билет, Қияс Мағжан 4-шы билет, Қойбаған Нұрдәулет 15-шы билет, Махамед Кәрімұлы Нұрғазы 5-шы билет, Мұратбаев Аян 16-шы билет, Петрухин Артем 9-шы билет, Сериков Аслан 14-шы билет, Тиржан Ферлан 17-шы билет, Төкенов Азамат 22-шы билет, Тұрсынбаев Асылбек 23-шы билет, Тұрсынбаев Қанат 18-ші билет, Ұзақбаев Ильяс 24-ші билет, Шимбаев Ғабит Амангелдіұлы 8-ші билет. Ал оқушылар, сендерге сәттілік тілеймін. Құрметті студенттер, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Кім емтиханға дайын? Мен дайын ағай. Так, Қонысбаев Қуатбай. Билеттің нөмірі қанша? 19-шы билет. Бірінші сұрағымыз, қозғалтқыштың картері дегеніміз не? Қозғалтқыштың картері дегеніміз мотордың асты жағында орналасады. Оған май барады және де моторға бүкіл көлеміне май жүргізеді. Оны біз картер деп айтаймыз. Екінші сұрағым, салқындату жүйесі дегеніміз не? Міне салқындату жүйесі сызбасын алып келдім, сіздерге көрсетейін. Салқындату жүйесі дегеніміз, мысалы мынау бізде радиатор, мынау бізде салқындату жүйесі. Біз радиатор қызған кезде, жаңағыдай күн ыстықта, басқа жерде де машинамыз қызып кеткен жағдайда, 90 градус өзінің берілген температурасы, одан асып кеткен жағдайда автоматты түрде міне осы біздің салқындату жүйесі іске қосылады. Сізге жақынырақ көрсетейін. Салқындату жүйесі іске қосылады. Қуатбай, енді саған қосымша сұрақ қоямын. Қозғалтқыш дегеніміз не? Қозғалтқыш дегеніміз автокөліктің жүрегі болып табылады. Оның көлемі, моторының көлемі әртүрлі көліктерге әртүрлі болып келеді. Мысалы, оның объемы 0,8-ден бастап 5-те жетіге дейін барады. Ешқандай көлік қозғалтқышсыз жүрмейді. Ал енді келесі билетте кім дайын? Мен дайын ағай. Нұрдәулет, билеттің нөмірі қандай? 15-ші билет. Автокөлік майлары. Автокөлік майлары дегеніміз автокөлік қозғалтқышқа құйылады. Және автокөліктің майы екі қозғалтқышқа құйылады. Біріншісі қозғалтқышқа құйылады, екіншісі коробкаға құйылады. Мысалы, Nexia деген машинада оған Kicks деген май құйылады. Ал коробкаға көбінесе Manol деген майлар құйылады. Ал екінші сұрақ тежеуіш жүйесі. Тежеуіш жүйесі дегеніміз автокөлікке ең маңызды бөлшегі болып саналады. Тежеуіш деген автокөлікті тоқтатады. Және тежеуіш деген екіге бөлінеді. Бірінші аяқпен тоқтататын, екіншісі ручной дейді. Қазақша айтқанда қолмен тоқтататын. Қолмен тоқтататынды тартсаңыз, ол өз машина орында тоқтап тұрады демейді. Ал анау аяқты жіберсеңіз, машина жүріп кетеді. Қосымша сұрақ қоямын. Трансмиссия дегеніміз не? Оның түрлері? Трансмиссия дегеніміз машина жасауда көліктің құралының жалғайтын механизмдерінің тораптарының жиынтығы. Трансмиссия күштік агрегаттар құрамына кіреді. Трансмиссияның төрт түрі бар. Механикалық, гидромеханикалық, электромеханикалық, гидрокөлемді деп бөлінеді. Трансмиссияның негізгі қызметтерінің бірі ол машинаны алға жүргізу, алдыңғы екі дөңгелек. Ал құрметті студенттер, осымен емтихан аяқталды. Қас-қатарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.